Сәлем достар, сіздермен Нұр Сезім. Бүгін сіздерге түрік халқының өте дәмді тағамдарының бірі gözleme лепешкаларының жасалу жолын үйретемін. Түрік еліне саяхаттау барысында ол халықтың тағамдарға, оның ішінде таңғы асқа ерекше мән беретінін байқаған болатынмын. Әсіресе тойымды осындай лепешкаларды ұсынады екен. Маған ерекше ұнағаны осы gözleme болатын, және осыны мен үйде жасап көруді жөн көрдім. Сіздерге де рецепті ұсынып отырмын. Видеоны соңына дейін қараңыздар және каналыма тіркеліп алыңыздар. Алдымен құрғақ ыдыста електен өткізілген ұнға шым-шым тұз қосып және жылы су құйып, сондай-ақ сұйық май қосып қамыр илейтін боламыз. Бұл жерде мен сұйық майды қосуды ұмытып кешірек қосқан болатынмын. Сондықтан да сұйық майды дәл осы этапта қосып жібергендеріңіз дұрыс. Қамырдың консистенциясы сұйық болып кетпеу керек, яғни ол 15 минут тағы да бөлме температурасында тұру барысында тағы да жұмсаратын болады. Сол үшін қамырды қатты қылып илегендеріңіз дұрыс. Егер қамырымыз жұмсақ болып жатса, оның үстіне 20-30 грамм ұн қосып жіберсеңіздер болады. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, дәл қазір тіркеліп алыңыз және қоңырауша батырмасын басып қойыңыздар. Сол кезде менің каналымнан шығатын видеоларды бірінші болып көретін боласыздар. Дайын болған қамырдың бетін жауып, бөлме температурасында 15 минутқа тындырып қоямыз. Сол аралықта салмасын дайындаймыз. Ол үшін осындай аскөкті, не болмаса петрушка қолдансаңыздар да өте дәмді шығады. Майдалап турап аламыз. Бөлек ыдыста картопты суға пісіріп алған болатынмын. Соны картоп езгішпен езіп аламыз және үстіне тұз қосып, турап алған аскөгімізді қосып, барлығын біріктіріп араластырып аламыз. Менің каналымда осы gözlemeге ұқсайтын хычиныдың рецепті бар. Описание бөлімінде ссылкасын қалдыратын боламын. Міндетті түрде кіріп көріңіздер. Және соңында осындай оливковое масло, не болмаса қарапайым сұйық майды қосуға да болады. Осыны қосып, тағы да бір араластырып жібереміз. Біздің қамырымыз тынып тұрды. Енді оны 1/8 бөлікке бөлеміз және әрқайсысын шарик қылып орап, жеке-жеке жайып шығатын боламыз. Біріншісінен бастап осылай жаямыз, ал қалған қамырдың бетін жауып алып қоямыз. Қамырымызды өте жұқа қылып жайып шығамыз. Жаю барысында осылай қамырдың барлық жағы бірдей болғанына мән беріңіздер. Сол кезде біздің gözleme әдемі болып шығады, формасы жағынан әдемі болып шығады. Қамырымызды жайып алғаннан кейін оның жарты бөлігіне біздің салмамызды саламыз және қалған жарты бөлігімен үстін жауып, шет жақтарын біріктіріп аламыз. Басқа қамырларды да дәл солай жайып, салмасын салып, дәл осындай форма шығарамыз. Алғаш рет gözlemені түрік елінде татып көрдім деп айтқан болатынмын. Сол жерде маған ерекше қатты ұнағаны түрік апалардың осы gözleменің қамырын жайып, оны ерекше қылып ұсынатындығы. Яғни үйдегі анаңның, не болмаса әжеңнің қолынан дәм татып отқан сияқты әсерде қалдырғандықтан маған ерекше ұнаған болатын. Сондықтан өзіме үйде міндетті түрде жасап көрем деп уәде берген болатынмын және сол уәдемді орындап, бүгін сіздерге рецепті ұсынып отырмын. Осылай дайындап алған лепешкаларды қызып тұрған табаға ешқандай май қоспай, құрғақ табада екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Піскеннен кейін ыстықтай күйінде екі жағына да осылай сары май жағып шығамыз. Өте дәмді болып шығады, әрі тойымды тағам. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер және комментарийда нәтижесімен бөлісуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыз және рецепт ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп алыңыздар және лайк басып комментарий қалдыруды да ұмытпаңыздар. Алда әлі керемет рецепттерді ұсынатын боламын. Сондықтан менің видеоларымды жоғалтып алмас үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Баршаңызға ас болсын.